Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Жазира. Бүгін өте дәмді етті бәліш жасайтын боламыз. Қамырына 1 кесе жылы су, сұйық май, 1 шай қасық тұз, ұн және жарты шай қасық ас содасын қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Етті бәліш бізге өте қатты ұнады. Балалар қайтадан сұрап жүр. Міндетті түрде сол үшін жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Осылай қамырды мешокқа салып қоямыз да, енді салмасын дайындаймыз. Менде 200 грамм етті турап алдым. Фарш қоссаңыздар да болады. Және 4 картошка, жуа, кәді қосуға да болады. 1 шай қасық тұз және кез келген 1 шай қасық дәмдеуішті қосып аламыз. Қамырымызды екіге бөліп, жақсылап жұқа қылып жайып аламыз. Достар, видео ұнаса, пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Қамырымыз осындай жұмсақ, әдемі болып жайылды. Енді осыны табаға жайып аламыз да, оған жаңағы дайындаған салмамызды саламыз барлығын. Және қамырдың екінші бөлігінде тап осындай қылып жайып, бәлішімізді түйіп шығамыз. Достар, пирог өте дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетін тесіп қоямыз ауа кіру үшін. Сөйтіп, пеште 40 минутта пісіріп аламыз. Бетіне 1 жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жылтырап әдемі болу үшін. Жақпасаңыздар да болады. Пирогымыз дайын болды. Кескен кезде де жұмсақ болып кесілді. Дәмі керемет болды. Сау болыңыз.